Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Жарвис. Бүгінгі сұхбатымызды бастаймыз. Сәлеметсіз бе? Аты жөніңіз? Баишева Мадина Натиқызы. Қайда жұмыс істейсіз? Мамандығыңыз? Сырдың елі Айдынды Арал Сексеуіл деген кентте информатика мұғалімімін 177-ші мектепте. Мадина Натиқызы, үздік педагог 2025 байқауына қатысуға қош келдіңіз. Алдағы аудандық, облыстық, республикалық байқаудың жеңімпазы атануыңызға тілектеспін. Туған жерім? Қызымын мен Сексеуілдей өлкенің мекені болған Асылдың. Туған жылың? 1971, тумасымын 20-шы ғасырдың. Шыққан теріңіз? Шаруамын, бар тірліктен бағалы деп балаймын. Біліміңше? Жоғары, бірақ өзім ізденудің шегі жоқ деп санаймын. Ана тілің? Қазақ тілі, біздің пәнде орысшада, ағылшынша тағы бар. Мектеп мевлесің? Бұл жөнінде айта кетсем, мұғаліммін, бағы бар. Байқаулардан жеңімпазбын, жақтым шәкірт шырағын. Еңбегіммен жеңіп алдым облыс әкімі грантын. Казкод YouTube байқауында кіл мықтылар қатысқан. Жүлделі 2-ші орын болды менің тұрағым. Шет елдерден тәжірибеңіз бар ма? Я, әрине. Кореядай елге бардым, ғылымы кеткен ғарыштап. Тағылымнамадан өтіп келдім, IT деген шам ұстап. Мекен жайың? Мекен жайым жер менің, жерде жүрген ұстаз деген пендемін. IT менен жасанды интеллект қыр-сырын жас ұрпаққа үйрету, осы менің еңбегім. Сұхбатыңызға рахмет. Бейне құжат дайындауда 3, 2, 1. Мұғалім болу жай ғана мамандық емес. Бұл жүрек қалауы, өмірлік миссия. Әрбір сабақ жаңа бастама, ал әрбір оқушы ашылмаған мүмкіндік. Ұстаздың жүрегінен шыққан әрбір сөз, әрбір әдіс шәкірт жүрегінде өшпес із қалдырады. Біз ізденеміз, үйрене жүріп үйретеміз. Жаңашылдыққа ұмтылып, шығармашылықпен жұмыс істейміз. Бұл біздің тәжірибеміз. Үздік тәжірибе бөліскенде ғана мәнді. Бірге үйренейік, бірге дамайық. Себебі білім болашақтың кілті. Келесі бейне файл жүктелуде. Мен өз тәжірибемде жасанды интеллект технологияларын, заманауи цифрлы құралдарды және оқытудың жаңа әдістемелік тәсілдерін тиімді пайдаланып келемін. Мысалы, оқушыларды информатика пәнінен олимпиадаға дайындау барысында интерактивті платформаларды, жеке траекториямен оқытуды және жасанды интеллект негізіндегі жаттықтыру құралдарын қолдану арқылы олардың танымдық қызығушылығын арттырдым. Бұл әдістер оқушылардың ойлау қабілетін дамытып қана қоймай, шешім қабылдау және дербес іздену дағдыларын қалыптастыруға көмектесті. Соның нәтижесінде менің шәкірттерім аудандық кезеңнен бастап облыстық кезеңге, одан әрі республикалық деңгейге дейін сүрінбей жетіп, үлкен жетістіктерге қол жеткізді. Келесі бейне файл жүктелуде. Практикалық бағыттылықты қамтамасыз ету үшін мен оқушылармен нақты жобалық жұмыстар және өмірлік жағдаяттарға негізделген жаттығулар ұйымдастырып отырамын. Нәтижесінде оқушылар білімді меңгеріп қана қоймай, оны шығармашылықпен қолдануды да үйренді. Мен оқушыларды жобалық ойлауға, робот құрастыруға және заманауи технологияларды қолдануға баулай отырып, олардың бойында табандылық пен командалық рухты қалыптастырдым. Менің педагогикалық ұстанымым әрбір оқушыны жеке тұлға ретінде дамытып, олардың әлеуетін толық ашуға жағдай жасау. Көп рахмет. Мадина Натиқызы, үздік педагог 2025 байқауына сәттілік тілеймін.